жобасы 2024 жылдың қаңтар айында. Әкімдер мен әкімдікке бағынышты басқармалардың басшылары жаппай абақтыға жеткізілді. Ақты қараны қара деп айтамыз. Жоқты жоқ деп айтамыз. Бірде бір артық әңгіме бұл жерде болмайды. Панфилов ауданы Жетісудың оңтүстік шығысындағы көп ұлтты әрі стратегиялық маңызды өңір. Ауданда 41 ауыл бар. Халық саны 2023 жылғы дерек бойынша 133.831 адам. Жер аумағы 10,6 мың шаршы шақырымды құрайды. Ардақты көрермен, бұл арнайы жоба сіздерге ұнайды деп ойлаймыз. Löпіл басуға, пікір жазуға, тіпті сілтемені жағын азаматтармен бөлісуге болады. Безбенде Панфилов ауданының ақ қарасы. Әкімдеріңіз танисыз ба? Жоқ. Проблема бар ма? Жоқ, ешқандай проблема жоқ. Жаркентте бәрі жақсы ма, бәрі күшті ма? Әкім әртүрлі ғой, енді әкім өздерінің. Бұлай жақсы, бәрі жақсы. Жақсы да. Проблема жұмыс жоқ қой. Бұл. Сол басқасын. Қазіргі әкімдеріңіз танисыз ба? Бұл әкімдер бізде ауысады кетеді емес па, білмеймін, о жағын. Әкім бізбен мынандай істейді деп айта алмаймын. Енді жолдар енді нашар, действительно. Қай көше, қай жолдар? Көшелер почти барлық көше ғой. Қала тұрғындарының айтуы бойынша Жаркент қаласындағы базар орталығының екінші көшесі мемлекеттің балансындағы көше. Бірақ ол көшеде сауда орталықтары, кәсіпкерлер өз саудасын жасап жатыр дейді. Дегенмен қызық, көзбен көрейік. Әкім біледі, мына қатар ғой, советский жолдың бойы ғой, адам жүретін жол, көлік жүретін жол, бірақ тұрақ қойып тастаған, автотұрақ қойып тастаған. Адам жүре алмайды. Оны да айтқанбыз, мәселе әкімде келген көрген. Біраз уақыт алады, ГАИ келеді, алады. Қайтадан саудагер шығады, қайтадан машиналар қайтадан қояды, қайтадан біз жүре алмай қаламыз, қарапайым халық. Мысалы, скорый келсек, скорый кіре алмайды бұл жерге. Советский көше мынау ма? Мынау ғой советский көшесі. Жедел жәрдем шақыратын болсақ, шынымен де жедел жәрдемнің келіп тез-тез емін көрсету мүмкіндігі жоқтың қасы екенін көріп тұрмыз. Міне, мемлекеттің балансындағы көшені қалай кәсіпкерлер сауда-саттық жасауға кім рұқсат берді? Оны біз әкімнің өзінен сұраймыз. Көтерілген мәселелер бойынша не деп бізге берсеңіздер жауап бердік. 3 күн бұрын айттық, сізге келдік, осындамыз дедік. Сосын ертең хабарласайық онда дедіңіз. Барлығын алып тұрсаңызшы. Неге мына кісіге ескертпедіңіз? Осы тікелей көрейік жетеді. Жоқ, біз келіп алып бердік. Мына кісіге неге көрейік жетеді? Біз осы кісіге айтпайсыз, осы кісі түсініп тұр бізді. Түсінбей деген мына кісіге неге айтпайсыз? Солай болып қалды. Бақ туралы заңнамаға сай Панфилов ауданына ресми хат бір ай бұрын жолданды. Десе де ішкі саясат басқармасының басшысы, аудан идеологиясына жауапты кадрдың жауапсыздығы бізді біраз әбігерге салды. Жоқ, рұқсат берілмей тұрып мен ол шығамаймын ғой, келгел жатыр. Неге ескертпейсіздер? Сіздер ескертпей наоборот келіп алыңыздар. Қалай ескертпей? Сізге неше күн түсе байланысқа шығып, сізде әрбір запистеріңіз бар. Нұрлан Берікұлы, сіз бұқаралық ақпарат өкілдеріне қол сілтеген басшы қарапайым бұқараға қайырылып қарап, қайғы мұңын тыңдамайтыны, тыңдаса да шара қолданбайтыны осыдан-ақ белгілі болғандай. Телефон тұтқасын көтермей жүрген мемлекеттік қызметкер аудан әкіміне біз жайлы жақ ашпағасын, әкім облысқа іс-сапарға кетті. Бізде орайлы уақытты жібермей көше-көшені, ауыл-ауылды аралап халықпен тілдесті. Мына игровойларда жаптыртпайсыңдар. Это нефтеден де артық бар ғой, показалса періп жатыр ғой ақшаны. Бір какой-то компьютер тұрып алады, ойнап жатыр, түсіп жатыр елдер. Әйелмен ажырасып, даже асылып өлгендерге дейін бар. Проблема деген жетеді. Мына игровойлар жаптыртыңдар мына лохотрондарды. Мықты болсаңдар. Ана жақта бір генерал ма депутаттар отырып, крышевать етеді. Сұмдық қой бұл. Қай жердегі? Міне, толып тұрып жүріп көресіз. Қытай мен Қазақстан арасында визасыз режим іске қосылғалы бері қорғас шекарасына ел ішінде қызығушылық артты десек болады. Және бұл визасыз режим бізге не береді дегенде сауал ел ішінде көп айтылып жүр. Біз бүгін осы бекетке келдік, болашағымен танысып отырмыз. Алдарыңызда тұрған макет осы қорғас бекетінің болашақтағы көрінісі. Это изначально то, что планировалось. То есть в 2019 году мы этот макет получили, то есть такой геймплан у нас есть на сегодняшний день действующий. Менің тусыртымда Қытайдың аумағы, яғни қытайлық өнім өндірушілер өздерінің тауарларын осы сауда кешендерінде қоя алады. Ал енді тағы бір қызық жайтты айтайын.
мына қапталында тұрған ол қазақстандық өнім өндірушілердің өнімдерін қоюға арналған сауда кешендері. Яғни қазақстандық тауарлар осында қойылады. Қытайдың азаматтары мұнда келіп Қазақстанның дүниелерін өздерінің елдеріне алып кетеді екен. Объектілердің ішінде болашақта Қазақстанның отандық тауарлары. А уже есть, а там они сейчас открыты, можно пройти, посмотреть. Здесь китайский потребитель может прийти, попробовать. Қаншада? На китайском. Кім біледі? Айолым білесіз ба? 10元, 10元10元。 How much? Неше. How much 呢？ Ага. 哎呦，我们很多呀。元 10 元。 650 тенге. Қанша? 650 тенге. Продуктларың өте қымбаттап кетті. Керемет. Ақша жоқ қалыпты. Аш жүргендер бар, үйінде чай, нан жоқтарда отырғандар бар. Біз қасқыр біз өзіміз кейде аш қаламыз. Жортуға шығамыз. Келсе ат. Сұмдық. Бәрі қымбаттап жатыр. Ақшаны қайдан табамыз? Бәрі қымбаттап жатырмыз. Нанның бағаларын айтып кетіңізші, нанның бағалары қанша? Мына нанымыз 350 теңге, мына 250 теңге, потому что он қымбат. Жұмыртқаның бағасы қанша? 75. Жұмыртқаның бағасы 75 теңге. Картоштың бағасы қанша? 250. Сәбіз? Бағалары 250 теңге. Так, жуа, пияз? 200. 200. Капуста? 250. 250. Все, рахмет. Қымбатты көрермен, кім ұнап жатыр? Ақ па, қара ма? Комментке жазыңыздар. Тез. Хабарландыруға Қытай тілінде жүріп жатыр да? Да. Ол туристер үшін ба сонда? Да. Қазақша хабарландыру болады ма жалпы? У них там на той стороне. Ар жақта қазақша, бер жақта да. Здесь же китайский турист, да. А там как раз таки наш. Осы жерден магазин ашу үшін немесе өндіріс ашу үшін сіздерге хабарласа ма? Да, у нас сейчас, во-первых, на сайте есть информация, во-вторых, мы сейчас тоже меняем немножко нашу структуру для того, чтобы, как знаете, вот говорят же, работа в одно окно. То есть, если обращаются к нам через интернет, через на почту отправляют, то есть мы уже полностью закрепляем менеджера, который ведет нашего либо участника СЗ, либо инвестора. Қазақстандықтар, қадірлі өнім өндірушілер, егер сіздер қандай да бір тауарды Қытай азаматтарына сатқыңыз келсе және ешқандай салықсыз, онда осы алаң сіздер үшін арналған деп ойлаймын. Енді мен қызықтырып тұрғаным мына бір дүние, біз Қазақстанда көрмегенбіз бұндайды. Әлде көп байқай бермейміз бе? Майсыздандырылмаған түйе сүтінің ұнтағы дейді. Сұраныс болып тұр ғой, демек үлкен бір магазин бар. Шубат. Шубаттың ұнтағы. Да, это сублимированный шубат. Контрабанда туралы әңгімелер айттыңыз ғой, бір-екі ауыз айтып аласыз ба фактілер? Многие первые, что пытаются вывести, это сигареты здесь. То есть больше 2 блоков. Также вейпы, меховую продукцию. То есть в соответствии с таможенным кодексом на одного человека, например, 2 блока сигарет. И многие умудряются на себя заматывать, скажем так, и выносят. И там уже сотрудники таможни и пограничной службы, то есть уже оформляют. Либо же пытаются вывести, спрятав тайники уже в машинах. То есть такие факты тоже есть постоянно. Здесь все будет на месте, все это будет возможность оплаты госпошлины и уже оформление машины. Переговоры жүріп жатыр ма бұл туралы? Да. С китайской администрацией. Сейчас проблема имеется, то, что сейчас китайцы со своей стороны не пропускают пока такой автотранспорт. Но переговоры ведутся и планируется, что будут открываться автосалоны как раз таки. Егер дәл сондай мүмкіндік болатын болса, тек қазақстандықтар ғана емес, онда өзге шетелдің азаматтары да келіп алуға мүмкіндік болады ғой. Да. Также, чтобы они могли оформить транзит и уже спокойно машину отправить. Узбекистан, Кыргызстан. Детям до 12 лет бесплатно, инвалидам, пенсионерам, матерям, то есть и одиночкам, так и матерям-героиням, то есть там Мусалха, Алтыналха, то есть по всем есть у нас скидки, дисконты предусмотрены. Панфилов ауданының атын Орбұлақ ауданы деп ауыстырса, мен риза болатын едім. Мен қазір 64-67 кетті, соны көріп өліп кетсем, жаным риза болып кететін едім. Шын айтсам. Айтуға қорқады, олардың да мықты адамдар бар, өлтіріп кетем, маған пофиг, өлтіре алмайды мен. Мен ауданда мен известный адаммын. Шын айтсам да. Ешкімді қорқпаймын. Қорқады, озырсам өтіп кеттім, өлсем тіпті өліп қаламын. Москвадан бұлдырап
Ана жер біздікі, мына жер біздікі деп. Нахер демеймін әрбірден кейін. Кто-то такое деп сөйтіп айтпаймын. Өмір бақи қаншама ғасыр қорқып келе жатырмыз. Мен жасым 65-те, зрением де жақсы. Гранатометті көтере аламын. Мен мысалы бар ғой, соғыс бір-екі болмай-ақ қойсын, мен оны тілемеймін. Соғыс аламын. Былай тебеттен пақ дегізбіші. Ата да аламын. Мен сияқтылар көп менің возрастымдағы. Көп деп айтылмау болады. Менен даже үлкендер де бар. 70-75-ке келгендер соғыс алады. Қорықпау керек олардан. Никогда. Қорыққан сайын уже әкеміз танытып жатыр. Қорыққан сайын. Бұға берсең, сұға береді деп. Деп айтатын тек бір жігіттер жоқ қой, мен соған таңғалмай отырған депутаттардың ішінен әсіресе. Не болса генерал, министрлердің ішінен түгел постарын прижимать етіп қойып әйтеуір ақшасын алып бизнес жасап жүрген. Ана депутаттардың бәрі бар ғой, бизнесмендер отырған. Ақшасын былай алады, движениесін былай жасап. Күресіңдер, давайте. Панфилов ауданындағы негізгі туристерге, басқа өңірден келген азаматтардың баратын жері көп айтып жатыр, ол Уәли бай мешіті деп жатыр. Енді бүгін сол мешітке келдік, қазір қызметкерлер қарсы алып тұр екен. Амансыз ба, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Бізге аудандағы тұрғындардың барлығы қай жерге барайық десек, осы мешітті айтып жатыр да. Несімен ерекшеленеді бұл мешіт? Бірде-бір шегесіз Чаншан қарағайларынан салынғандығымен ерекшеленеді, және өзінің ерекше сәулет үлгісімен де ерекшеленеді көбінесе. 1887 жылдан 1892 жылға дейін Қытайдың архитекторы Хон Пиктің жобасы бойынша салынған. Негізгі ұйымдастырушысы ретінде осы жергілікті жердегі бай көпес Уәлиахун Юлдашевтың ұйымдастыруымен жалпы мұсылман халықтарының қаражатына тұрғызылған. Қай жылға дейін жұмыс істеді мешіт ретінде? Енді 130 жылдан асқан тарихы болғанымен, өкінішке орай мешіт ретінде 26 жыл көлемінде ғана жұмыс істеген. Себебі 1918 жылдан бастап барлығыңызға белгілі кеңес үкіметі орнады ғой. Сол кеңес үкіметі кезінде дәл осы үлкен жұма залының іші бізде әскери жатақхана, яғни казарма деп айтып жатамыз ғой. Сол казармадан бастап ең соңында қызыл әскерлердің ат байлайтын қорасына дейін пайдаланылған. Бізге келетін туристер көбінесе Европа елдерінен, яғни Франция, Германия, Польша елдерінен өте көптеп келеді. Бір қарағанда мешіттің ішіндегі дәл мына бағандар бетон деп ойлауларыңыз мүмкін, дегенмен мына жерін кертіп қойған екен, көрсетейін деп, яғни ағаш. Бұның барлығы 120 ағашқа осы мешіт тұрғызылған екен, жергілікті осы Қазақстанның ағаштары, бірақ оны 1,5-2 жылға дейін өңдеп, жуып, тазалап, 3-ші жылы бір жазда ғана осының барлығын көтеп шыққан екен. Уәли-ахун Юлдашев мешіті Панфилов ауданының негізгі көрнекті орындарының бірі деп айтсақ әбден болады. Неге бұл жүгеріні өткізе алмай жатсыздар? Бұны алушысы жоқ. Шетелге сатуға қандай да бір іс-әрекеттер жасадыңыздар ма? Біз жасағанменен оның рұқсаты берілмейді. Шаруа қожалықтары осы көрші мына Қытайға өткізуге талпынған немесе сатқандары болды ма? Енді ол шаруа қожалықтардың менен айналысқан екен. Сертификат бізде жоқ. Ана Күзиев деген парламенттегі отырған кісіде бар екен бір қағаз. Сол кісіге сіздер қандай да бір өздеріңіздің өтініштеріңізді айтып, біздің мына өнімді өткіз деп қолқа салдыңыздар ма? Салдық, өтініш салдық. 2 ай болды ол салғалы беріп. Алмалы пенсион болып 2 ай болды, өткізе алмай жатырмыз. Бұл проблема бұған дейін болды ма сіздерде? Болған жоқ, бұл биыл ғана болып тұр осы. Одан алдын сіздер қай жерге өткізетін едіңіздер? Сол патышнеге өткізетіміз Күзиевке, жылда алатын өздері. Осы жыл алмауының себебі не? Себебі өзінің несі толды, енді алмаймын деп тұр, одан артық ала алмаймын, ақшам жоқ дейді. Өзінің қамбасы толып тұр ма қазір? Өзінің қамбасы толып тұр. Ол өзінің қамбасын қайдан алды ол? Жаркентте бар ғой осы, жасаған. Жоқ, енді ол жүгеріні өзінің қамбасына қайдан алды? Осы ауылдан алды ғой. Осы ауылдан алды? Ауылдан, Шаралдан. Қабылдап алды ғой шетелден. Шетелден? Шетелден ие қабылдап алып отыр ғой, Россиядан қабылдап отыр 40 теңгеден жүгеріні. Өнімді өндіруге қанша шығын кетті? 1 гектарға ол кететіні бір 500 мың кетеді ғой. 1 гектарға. Енді есептей беріңіз ар жағында. Бұған дейін қанша пайда көрдіңіздер 1 гектардан? Еңбектеріңіз бар ғой енді. 1 гектардан гектарына 5 тонна береді, оны артық бермейді. Сол пайдасы. Алдың қаншадан өткізіп отырдыңыздар бұл жүгеріні? Осы жыл ма? Алдыңғы жылдары. Алдыңғы жыл 110-дан 120-дан өткізгенбіз. Биыл түсіп кетті, 55-50 болып тұр қазір. 55-ке бермейсіздер, ол өте арзан. Өте арзан, құнын ақтамайды. Жергілікті тұрғындардың айтуына қарағанда, Әулие-ағаштың 7 ғасырға жуық тарихы бар. Бұндай үлкен алып ағаш әлемнің 3 елінде кездеседі десек, Панфилов ауданының тағы бір ақ тұсы. Кеттік.
Бұл кәдуілгі Қазақстанның көп аймағында өсетін қарағаш. Бас ерекшелігі ұзақ жыл бойы көгеріп, көктеп тұрғаны. Әдетте қарағаштар 60-70 жылдан кейін өсуін тоқтатып, бұтақтары семе бастайды. Ал бұл ағаштың көктеп тұрғанына 700 жылдан асқан. Ауыл атауы да соған орай қойылыпты. Бүгінде әулие ағашты көру үшін алыс жақын шетелден туристер келеді. Қарға қалдырмай қойды, орған міне жатыр, міне қырманды көрдіңіздер, міне асфальт жоқ мінеки жерде. Мына бір жағынан нені мына күн жылынды бітті, мынаның бәрі өнетті кетеді. 22 жылы мысалы жан-жақтан алушылар көп болды. Өзбекстанға алып кетіп жатты, Түркістанға кетті, Қазақстанның облыстарына келіп осынан келіп алып жатқан. Ал мына партичный завод салынғаннан бері оларды алады, бірақ жаңағы қоймалар толғанша алады да арғай тоқтатып қалады. Басқа сырттан келетін көбінесе. Халықтың жағдайын ойлап, мысалы, дәрінің бағасын түсіріп берсін, мысалы, 200 теңге болып кетті, мысалы, дәрілеріңіз, дұрыс па? Ұрығыңыз тағы кетті, 1800, 2000, 4000-нан ағам несін, ұрықтың. Соның бәрін, ұрықты, дәріні бірыңғай бағаға түсіріп қойса, сол дұрыс болатын еді бізге. Әкім жақты да барып түсірмейсіздер ма? Барамыз ғаға. Ұйықтап жатыр ғолар, құрақ шалып. Біз барамыз аға. Сіз уайымдамаңыз. Біз сіздің мәселеңізді түсіруге келдік қой аға. Бірінші бізде біліп алайық деп тұрған. Немене білетін? Ол ойын ғой мынау. Біреу келеді, одан шешеміз жоқ болып кетеді. Өлінген біреу келеді. Ой, күте міне шешеміз. Енді сендерде сондай ойын ғой бұл. Тек ана келген мәшинелердің бензинін ақтамайсыңдар. Білек неге жарайды міне? Міне. Неге жарайды? Қарашы. Түкке жарамайды. Бардан ала берсін, көгере береді. Диқан айналайын, жерге қарасаң, жер сені барыңды береді. Бергенді біз ұқсатамыз. Ұқсатқанда алмайды ғой, именно міне. Алатын жер қайда апарамыз енді. Вот шынын айту керек, сол себептен енді көмектесіңдер жігіттеріне. Билік басында, яғни мінберде отқан шетпенді шенеуніктер ауылдың ауасымен тыныстамаған соң тіршілігін қайдан білсін. Содан болса керек, мәселенің ұзаққа созылып шешілмейтіні. Мәселені мінберде емес, ауылда шешілу керек. Қай ауданға болмасын, негізі емдеу сауықтыру орталықтары болатын болса, ол сол жергілікті өңірдің салмағын арттырып тұрады деп ойлаймын. Осы Панфилов ауданында Жаркент Тарасан сауықтыру орталығы бар. Оны біріңіз білерсіздер, біріңіз білмессіздер. Осы орталықтың, яғни бұл енді ақ түсі ғой ауданның. Соны көрмекке, көрсетпекке табан тіреп отырмыз. Негізгі ерекшеліктер жайлы қазір мамандардан сұраймыз, анықтаймыз, нақтылаймыз. Егер қажет дейтін болсаңыздар, нөмірлерінде көрсетеміз. Шипажайға қош келдіңіздер алдымен. Бұл шипажай 1967 жылдан бастап жұмыс істеп келатыр. Жылдан жылға халық саны артып, ем шаралар әдемі жүріп жатыр. Көбінесе радон суымен батпақпен емдейміз. Яғни суда радон, сосын батпақта да радон бар. Иә, радон араласқан. Радон осынан шығып жатыр. Радон осы табиғи жердің астынан 12% шығып жатыр. Су деген әне алыстан аламыз. Бастаудан аламыз, ана бастаудан. Мынаяқтан тасып ішеміз. Бір үйден 4-5 бала шығады. Олар деген мынау қазір қабылғаннан білінбей жатыр ғой. Батпақ кезде әлем мына жота жақтың бәрі бар ғой. Шыланып кетеді. Түсем балалар вообще талай жығылды. Бала тұрмақ өзің түсемайсың, өзің. Әкімшілікке кіріп тұрып ана бір атын немене дейді, меруерт біледі. Меруерт екеуміз барғанбыз әкімшілікке. Сонымен сіздер неде жоқ екесіздер, Жаркенттің дейді, несінде жоқ екесіздер дейді. Кірмейсіздер. Сонда біз қаяққа Қытайға кіреміз бе? Мынақта өсек Жаркенттің территориясына кіреді. Біз қалай кірмей қаламыз десем.
білмеймін, әкім сөйтіп айтқан бір рет айтқан кезде де. Сонда ана жотаға дейін келіп көше кеп мысалы не қылдым, олардың мысалы көше берілді. Ол ондай болса, планда жоқ болса, неге бізге Азат маршрут көшесін береді? Үлкен кісілер мынамен өте алмайды ғой. Апаларымыз, аталарымыз. Сіздерге қайта мықты екенсіздер мынамен өтіп жүрген. Таза деп осыдан ішіп жатырмыз. Мына жерде мал да су ішеді. Мал да ішеді, байқадым. бұл жерде бәрі ішеді. Бұдақтан ішіп жатыр екенсіздер, таза су ішіп жатырсыздар дейді. Енді қай жер таза мынаның енді. Қараңыздаршы. Жазда каникулда балалар келеді, ойнайды, аяғын салады. Әуір су ішамай қаламыз. Мына жақтан аламыз кейде. Ағын су ғой деп. Ол судың ішінде бәрі жақ мусор, бәрін тастайды. Жан жақтың бәрі мусор. Түгел мусор. Мына адам былай қарай, анау аяққа дейін мусор, мына жағалау түгел мусор. Ит те жатыр өлген, сиыр да бәрін әкеп лақтырып кетеді. Сасиды жазда мына жерде жатамаймыз түнде. Терезені ашамайсыз. Мына жақтан сиыр өтеді тышқақтап. Мына жақтан әкеп мусор төгеді. Ақ, не істеп жатсың? Қара, мынаны қара. Қазір ютубтағы біздің дәл мына видеомыз 1 сағатқа жетпес қой. Ал біз Панфилов ауданына барған кезде 10 сағат видео жинап келдік, дұрыс қой. Сол ютубқа сыймай қалған дүниенің барлығын TikTok каналға жүктеп жатырмыз. Қадірлі көрермен, сіздер де ютубта көре алмай қалған дүниелеріңізді сол парақшадан көресіздер, сондықтан тіркеліп алыңыздар. Әр ауданға осындай бір спорт кешені керек, салауатты өмір салтын сақтанған азаматтың дені де жанында сау болады. Ол ұлтқа қалтқысыз қызмет етуден бірден-бір септігін тигізетін дүние деп ойлаймын. Осы ауданның бірдей азаматы, былайша айтқанда меценат, дәл осы бір спорт кешенін ауданның балаларына арнап тұрғызған екен. Қазір кешенің жұмысымен танысайық. Бұлындағы ойымыз басқа аудандағы қалталы азаматтарға үлгі болу. Кеттік. Аталған спорт кешенін сіз және Асхат деген азаматты дос балаңызбен бірге тұрғызыңыз. Құрылыс жұмыстары қашан басталды және неге спорт кешенін салу ойларыңызға келді? Енді былтыр 23 жылы май айдан бастадық. 8 ай бойы осы спорт кешенін салдық. Негізгі ойымыз бұл осы ауданда осындай кешен салу кішкентай кезімізден арман болатын. Өзіңіз спортпен айналысыңыз? Өзіміз спортпен айналысамыз. Кәсіби спортшысыз? Қай түрден спорттан? Джиу-джитсу, грэпплинг. Спорт кешенінде дене жаттығумен қатар ой жаттығуда ескерілген, одан өзге соңғы үлгідегі спорттық жабдықтармен қамтамасыз етілген киініп шешіну бөлмесі, душ, намазхана, асхана, былайша айтқанда болашақ спортшыларға қолайлы жағдай жасалған. Бізге ерекше көрінгені жатын бөлмесі. Негізінде көп жайт дүниелер бір істі бастаған кезде ескерілмей қабат деген ай деп қалып жатады ғой. Біз бұл спорт кешенінен байқағанымыз, жарысқа келген, өзге өңірден келген спортшылардың жағдайын толыққанды қамтамасыз ету мақсатында дәл осындай жатын орындармен жабдықтаған екен. Одан бөлек асханасын көрдік. Шынымен де біз жаңа сөз басында айтып өткен өзге өңірдің меценаттарына үлгі боларлық дүние. Ескере жүріңіздер, өздеріңіз туған өңірге бір пайдаңызды дәл осындай дүниелер жасау арқылы тигізе аласыздар. Панфилов ауданының тұрғындары көшелерде бағдаршамның жұмыс істемей тұрған жайлы бізге хат жазған болатұғын. Біз көз жеткізу үшін Сыпатаев, Қожамжаров көшелерінің қиылысына келдік. Көз жеткіздік, өздеріңіз көріп тұрсыздар, мүлдем істемейді. Мәселе ұзақ уақыттан бері шешілмей жатқан секілді. Аудан мен атқамінерлерге қарадақ түсіріп тұрғандай. Ассалаумағалейкум. Марат Рахметұлы, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Бізге бұған дейін осы аудан тұрғындары хабарласты. Бізде жаңа жоба Ақбек қара деп айтылады. Енді қара киіммен, ақ киіммен тұрмыз, көп тұрған Сенен алсақ тұрғыр көңді. Панфилов ауданының әкімі Марат Рахымбердіұлы Сағымбек 1966 жылы дүниеге келген. Білімі жоғары. Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтының Алматы филиалын астық сақтау және өңдеу технологиясы мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Панфилов ауданы Керов атындағы колхоздың құрылысшысы болып бастаған. Әкім қызметіне дейін Алматы облысы әділет департаменті Панфилов ауданаралық әділет басқармасының басшысы болған. Біз осы мәселе деп шақырған, негізі, бірақ біз мәселені ғана емес, жақсы жағында бір көрсетсек енді атқарылатын іс болады ғой. Дұрыс айтасыз, ол жұмыс болғаннан кейін кемшілік те болады, оны да көрсету керек. Бірінші приоритетіңіз қандай? Министрліктің немесе ауданның алға қойған статистикасы немесе халықтың жолға баға беру статистикасы. Қайсысына сенесіз? Мен енді бұрын жұмыс істемей тұрған кезде, өзім әкім болмай тұрған кезде, жаңағы жолдың сапасына өзім қатты қынжылатын.
сынға алатын біреу не болады. Әкім болды, енді өзім көзқарасым өзгерді. Ішкі мынау Жаркенттен Қорғас автожолында сол жердегі мына үлкен шығанға дейін жолдары жамау дұрыс жасалмайды. Оның жөндеу көрмегеніне де ұзақ уақыт болды. Ал сіздің 23-те берген ресми есебіңіз бойынша дәл сол үлкен шыған ауылы округінің кіребесіне ауылдың ішіне жолды жасадыңыз. Дегенмен жаңағы мен қайтадан статистикалық пайызға өтейін, сонда сіз қайтадан сұрақты қойын. Аудан әкімі ретінде қазіргі таңда жолдың сапасы нормативке сәйкес қанша пайыз бере аласыз? Біздің өзіміздің 23 жылы менің өзім жасаған пайызды айтсаңыз. Пайызды 100% бере аламын. Мен оған жауап беремін. Өйткені оған соны тексеретін сертификациялық орталық бар, жаңағы оны түгел тексеретін. Түгел одан сертификациядан өтті. Оны жаңағы қабылдау актісін біз тек қана осы сертификация арқылы стандартқа сәйкесіне байланысты біз қабылдап аламыз. Мемлекетшіл азаматсыз ба, ұлтшыл азаматсыз ба, ұлтжанды азаматсыз ба, жоқ демократсыз ба? Менің бойымда бәрі де бар сияқты. Енді өзім нақтыламай қойын, енді халық беретін шығар. Оны қойып жатқан себебі мен Панфилов ауданы өте стратегиялық маңызды аудандардың бірі. Шекаралас аудан бір жағынан, көп ұлтты халықтан бір запрос алдық. Қандай мәселелеріңіз бар деп көбіне сұраған кезде осы кейбір ауылдардың атауларына қатысты дүниелерді алға тартты да. Сізге де бәлкім хат жазған шығар. Өз неміз бойынша не қойғанбыз ғой? Қашаннан бері? Атамекен деп бір 2 жыл болды. Солай өздері араларыңызда атамекен деп атайсыздар ма? Заң түрде Пенжім болып тұрады. Пенжім ауылында болдық. Жаңа шежін деп сұрап жатқанымда сол. Сосын Панфилов ауданының атауы да мәселен қазақиландыру тұрғысынан қандай бір бастамалар бар? Бізде халық арасында сұраныс бар екен. Дұрыс айтасыз. Бір жағынан ол енді өте нәзік жұмыс. Бір жылдың ішінде бәрін апарып ауыстырып тастауға тағылмайды. Мысалы, Пенжім деген ауылды біз атамекен бойынша ұсыныс өткізіп, мәслихаттан өтті. Ол ақыры бір жерге келіп атамекен деп өзгертті. Ауыл тұрғындар солай деп айтты. Солай келісті, атамекен деп өтті. Енді біз оны жоғары қаулымды ғана күтіп отырмыз. Атамекен деген енді отаным деген сөз ғой, атамекен. Ол қазаққа да, ұйғырға да ортақ. Немесе Шолақай деген ауылды оларды ұсыныс беріп жатыр. Бірлік деген, кезінде бірлік деген колхоз болған. Бірлік деген ол кез келген ұлттың, ол қазақта бірлік деп аталады. Ұйғырда да бірлік. Бірлік деген бірлік ынтымаққа шақыратын ауыл. Оған ешкім қарсы болып жатқан жоқ. Тура сол сияқты төменгі Пенжім деген ауыл бар. Қазір оны біз ынтымақ деп ауыстырдық. Ол уже несі қаулысы шықты, қазір аталып жүр, ынтымақ ауыл деп аталады. Немесе Нағараш деген кезінен қалған. Қазір оны жер ұйық деп ауыстырдық, оның бәрі түгел қалысы. Оның бәрін түгел біраз бар бізде. Жаңағы Нәдек, Сұптай, Чезін деген біраз ауылдар, бірақ оның бір жылдың ішінде апарып түгел ауыстырып тастауға тағылмайды. Бірақ ұсыныстар бар. Бірақ ұсыныстар бар. Қаралып жатыр, оны шешінше шығарып жатыр. Бюрократия, формализм, ішкі структураңызда қандай да өзгерістер жасадыңыз? Бізде негізінен қазір бұрын жаңағы әкімдердің кездесуде, бұл президенттің өздеріңіз білесіздер, жарлығы бар, халық әкімдер, мемлекеттік органның басшылары халықпен жылына біз бұрын мысалы 90-на бірі жылына 4 рет кездесуіміз керек, облыс әкімі жылына 2 рет кездесуіміз керек. Бұрын мысалы барады, орталықта домкөлдерде кездесу өткізеді, бәрі қайтып кетеді. Біз әзір түгел оны өзгерттік. Біз қазір кішкентай мына жерде Қамысауыт, Жиде деген ауыл бар, 40 үй бар. Сарпылдақ деген ауыл бар, 35-40 үй бар. Ешкім барып көрмеген. Біз түгел әзір соның бәрін түгел қамтыдық. Барлық осындағы мекеменің басшыларымен сөйлеуге апарып бәрімен түгел кездесеміз. Әлеуметтік лифт қалай болып жатыр сіздерде? Жүріп жатыр. Әлеуметтік лифт болғанда қайсы? Саяси науқан қоғамдағы әрбір азамат парламентке мүше бола алатынын және әлеуметтік лифт жұмыс істейтінін айқын аңғартты. Әділетті қоғамның қалыптасуы дегеніміз осы. АСП дейді, негізінен жағдай жоқ отбасыларға жұмыспен қамтамасыз ету бойынша. Ол бойынша әлгі білесіздер ғой, биржамен жұмыс істейтін орталық сыпырып жүрген адам, оның не қажеті бар? Әкімшіліктің сыртында әкімшілік азаматтар өзі де сыпыру керек. Мысалы, көше бөлініп беру керек. Мен мысалы Абай көшесін тұра, менің есік алдымда биржан адам келіп сыпырып кету керек. Әркім көше бізде жаңағы әрбір көше. Сіз әлеуметтік лифт айтып жатқан жоқсыз, қазір сіз ауылдық деңгейдегі немесе аудандық деңгейдегі бір мәселені айтып жатсыз. Әлеуметтік лифттің деңгейі басқа. 42 елді мекеннің 41-і сумен қамтамасыз еткен. Яғни бізде 98% ауыз сумен қамтамасыз етілген. Сол рас қой, Ол рас, бірақ оны қамтамасыз еткен ішінде тозығы жеткені бар. Сіздің берген есеп беруіңіз өте тамаша. 98% орталықтандырған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бірақ сіз алысқа бармай қойыңыз, осы тұрған Жаркент қаласында тұрғындар арықтан су ішіп жатқанын білесіз ба? Мүмкін емес, арықтан су ішіп. Арықтан су ішіп жатыр. Мен білейін, оны анығын білейін, мүмкін емес. Оны егер мүмкіндік болса, біз сізді жалпы барып көрсетсек деген ниетіміз бар. Тротуар мәселесі неге осы уақытқа дейін орындалмады?
Айтып оның бәрі түгел көбінде қаражатқа байланысты. Мысалы, мына көшенің өзін біз былтыр ғана пайдалануға берілдік. Оның көп қаражатқа байланысты. Негізінен бұл көшеде, мысалы, мына көшеде тротуар бар, бір жағында тротуар, екінші жағында біз екіншісін жобалық смета құжатын жасап жатырмыз. Тура осымен параллельно екінші ана жақта Ербол Сыпытаев атындағы желтоқсанның батыры ол көшеге қазір жоғары жақ көрсеңіздер, оның жартысынан былтыр алып келіп қойдық, өйткені қаражат жартылай бөлінгендіктен былтыр қаражатын толық игерді. Көшенің қиылысына дейін әкеліп қойдық. Ендігі оны түгел алға жеткіземіз деп. Келіңіздер, аталар. Ең басты енді біз бұқаралық ақпарат құралдары жеткізушіміз және сұрақты қоюшымыз. Алдарыңызда отырған аудан әкімі Марат Рахымбердіұлы. Яғни біз кеше келген кезде нақты мәселелерді көрдік. Бірінші мәселе бұл жерде жаңағы арық деп отқаным, жүріңіз көрсетейік. Бұл жерде сіздерден енді ақсақалдар жақсы білесіздер. Мына үйдің өзі менің түсінігім бойынша мына жерге тұрмау керек. Өйткені мынау бұл өзеннің арнасы аға, оны жақсы білесіздер. Иә, сондықтан иә. Ол өзеннің арнасы. Сондықтан жаңағы ол мына өзеннің арнасы бұл апатты жағдайда оны өздерің жақсы білесіздер. Сел тасыған кезде, басқа жағдай кезінде бұл жерде Құдай сақтасын, сақтансаң сақтайды ғой. Бұл жерде білемін, ол бұрыннан сізде салып сіздердің кінәларыңыз жоқ кезінде, жаңағы жер жоқ кезде берілді. Біз оны мына үйге рұқсат беру үшін алдымен сіздерге қолдарыңызға документ беру үшін мынаның бір өзеннің арнасын жақсылап тұрып жасау керек. Сел алып кетпендей қылып. Содан кейін барып құжаттар беру керек. Марат Рахымбердіұлы, бір сұрақты көзім жеткізіп алайықшы мына жерде. Яғни сіз қызметке келмей тұрып сіздің алдыңыздағы сіздің әріптестеріңіз бұл жерге рұқсат берілген ғой үй салуға? Бұрын беріліп кеткен ғой. Онда рұқсат берілген, бұрын беріліп кеткен. Яғни бұл кісілердің кінәсі жоқ. Дегенмен бірақ басшы жоспарда жоқ. Мәселе бар, дұрыс айтасыз. Бірақ басшы жоспарда, иә, мәселе бар, дұрыс. Шешімі. Бұл кісілерге басқа жақтан үй беру керек, немесе жағдайын шешіп беру керек. Бұл кісілер қазір тұтынып отқан суды өз көзіңізбен көріңізші қазір. Түсінікті, көрініп тұр ғой. Санитарлық нормаға сәйкес ауыз су қолданып отқан жоқ қой. Соның мәселесін қалай шешеміз? Оның мәселесін мен сіздерге айтып, бұл жерде сіздерге қайтадан су қазып береміз деп айта алмаймыз. Өйткені су қазып беру үшін сіздерде мына жерде елді мекен болу керек. Ол бұл жерге кірмей тұр. Немесе мен мысалы мына көшеден әзір берғай су тартып беруге болады, мысалы мына көшеден берғай су тартып беруге. Бірақ ол үшін сіздердің үйлеріңізді заңдастыру керек. Ол жағына кішкене қиындық туады. Енді жобамен қанша уақытта шешіледі, Марат Рахымбердіұлы? Судың мәселесін оны шешіп беремін. Оған ары келсе мына көктем кішкене күн жылынсын, ары келсе бір 2 айдың ішінде судың мәселесі шешіледі. Ол мына көшеде су бар, свет те бар мына көшеде. Одан қамжымаңыздар, мен оның мойныма шешіп беремін. 2 айдың көлемінде судың мәселені шешіп беремін деп тұр. Құрметті. Ары қарай өздерің тасып шешсін деп ме жоқ кіргізіп. Жоқ, колонка қазып беруге ол мүмкіндік бар. Оған ол просто ертең сіздер тағы да орнып қаласыздар, тағы да үміттеніп қаласыздар, мен соны айтып жатырмын. Ол су қазып беру проблема жоқ. Ана водоканалдың бастығы келді, мен оған айтамын, сіз ертең күн жылдың тоң кеткеннен кейін ары келсе 1,5-2 айдың ішінде қазып береді. Водоканал бастығын шақырайық онда. Кім? Адлен. Мына жерде үйлерге кезінде Садызан, сен де тыңда. Кезінде мына үйлер гемпланға кірмеген, оны жақсы білесіздер. Сондықтан бірақ ол үйде ертең үйдің мәселесін шешкенге біраз уақыт кетеді. Сондықтан уақытша кім Сыдық мына жақта мына көшеден бері мына жаққа мына жер қалай дегдейді, ары келсе 1 айдың ішінде тоң кетеді ғой. Шамаларыңыз жеткенше мына жаққа су тартып беріңіздер. Бере ме? Ана материалды алып бере ме? Бәрін алып береді, одан қамжымай қойыңыз. Мен алып беремін, одан қамжымай. Ол түсінікті. Түсінікті. Қанағаттандық қой. Светтің мәселесін одан қамжымаңыздар. Свет бұл жерде ары келсе 4 ақ сталып кетеді. Жолды ол шағылты, иә. Ол енді мына өсек күшіне кіргіземін деп айта алмаймын аға. Мына үйлеріңізге дейін төгіп береді, одан проблема жоқ. Иә. Одан қамжымаңыз, иә. Иә, одан қамжымаңыз. Тасимыз жаңбыр жауғанда балаларыншы. Ана дөуінен түседі, бәрі ошаққа түседі, сай болған емес. Батып қалады. Мына ана сары нейді батпақта. Иә. Кету қиын. Иә, жаңбыр жауса батпақ болып кетеді. Түсінікті. Иә. Ол қалай жер дегдейді, одан қамжыңыздар, оның шаруасын мен шешіп беремін. Құрметті тұрғындар, әкім уәдесін берді. Біз жіті бақылайтын боламыз. Мәселе мән-жайын мына өзінің жаңағы водоканалдың басшысына, сіз бас инженер. Бас инженерге тапсырмалар берілді, біз жіті бақылаймыз. Енді екінші мәселеге көшейік. Дәл осы жердің мәселесі бөлек, енді қоқыстың мәселесі ортақ қой. Сол қоқыс мәселесін де көрсек. Иә. Ана жақта ол. Мынау жағалағы сырттағыларға әкеп біз ана өлі малдарды көрсетейік сізге. Өлі малдарды тастап кеткен. Ана жоғары жағында да біз жіті бақылап өзіміз қарап түсіріп шықтық. Енді былайша айтқанда қараңызшы енді. Қандай бір санитарлық нормаға сәйкес келеді. Жарайды, мына үй заңсыз болып тұрған шығар. Бірақ мен ана жерде халық тұрады, мына жерде халық тұрады. Енді осы мәселені қалай шешеміз? Қымбатты көрермен, сіздер қай өңірденсіздер?
комментарий бөліміне жазыңыздар. Біз сіздердің аудандарыңызға барамыз. Айтпақшы, подписке жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Бұл негізден айтып отырмын ғой, негізден бұның бәрі түгел елдің мәдениетіне байланысты ағауын түсініп тұрсыз ғой. Менің орамда болмаса болды, кімдікі болса соның болсына әкеп төгіп кетеді, жақын жерге. Әйтпесе осыны арнайы апарып өздеріңіз білесіздер, мусорный полигон бар. 200 теңге апарып мәселесімен кіргізетін сол 200 теңгесін аябай әкеледі осыны төгіп салады. Немесе мәселен келе жатады да памперс терезеде лақтыра салады. Менде болмаса болды, соның ертең баласы, соның әйелі, соның туысқан, соның көшеден теретін, соны білмейді, түсінбейді. Жаңа мен жолда келе салатын елдің мәдениетіне байланысты. Оның бәрін түсіндім аға. Соғысамыз ғой мынерден, төбесі. Немесе мен түсіндім, ана жақын мен әзір қаланың әкімін тасымай беремін, жоғары жағын түгел жабу керек, мәселе вообще келе алмайды деп. Жаңағы келе алмайды. Екінші жағынан мына жаққа түсетін жаққа жаңағы мына жерде жаңағы камера орнату мәселесі өте жақсы. Немесе ана жолды жауып тастайық. Мына жерде лицей бар дейді Марат Рахметұлы. Осы жерге камераны орнатса сіздерге де ыңғайлы болар еді. Дұрыс, өте жақсы. Заң жүзінде. Ол мәселе қанша уақыт шешіледі? Ол ары кетсе бір айдың ішінде шешіледі. Кішкене мына күн жылынса болды, оны шешіп беремін. Түсіндім. Солар қоршап қойған. Қарап тұрсаң, су таза емес қазір. Судың бәрі ластанып кеткен. Мына жақтағы үйдерде ирададан бері қарай ары қарай шықтыңыз, түгел мұнсыз. Түсінікті. Құрметті тұрғындар, мәселе бір айда шешіледі дейді. Яғни мынау қоқыс мәселесі, қоқыс мәселесі кішкене күн жылынғаннан кейін шешіледі. Мына жерлер жабылады ғой Марат Рахметұлы, иә? Иә, жабылады. Мына лицейдің артқы жағы ғой бұл. Батаев пен Ходжамжиярова көшесіне бардық. Ана жерде бағдаршамның аты ғана бар, бірақ істеп тұрған жоқ, мүлдем істемейді. Яғни ол сынып тұр. Көп көшелеріңізде сондай проблема бар. Оны білесіз ба? Білемін. Бізде тағы да сол жаңағы госзакуп дейміз, тендер дейміз, соның кесірінен болып жатыр. Жаңағы ұтып алатын компания бұл жерде ондай оны қызмет ететін адамдар жоқ. Бәрі түгел Алматының адамдары ұтып алады, солар келіп жасайды. Енді мына жылдың басы әлі біз конкурсы жариялағанымыз жоқ. Жаңағы солардың ремонтына байланысты. Біз жақында ғана жарияладық. Осы февральдың 15-інде. Жақында сіз ауданның атына жарияладыңыз ба? Иә, ауданның аты. Бұл жаңағы ремонт ауданның аты. Қала жариялады, қаланың округтың әкімі қала жақында ғана жариялады. Иә. Бұлай келісімшарт жасап алдыңыз. Мына базардың бәрін түгел алыңыздар да, ішіне реконструкция жасап, түгелмен жаңағы кәдімгі заманауи жабық, жаңағы қыста да, жазда қыста жылы болатын, жазда салқын болатын, жаңағы санитарлық гигиеналық норманы сақтайтын. Мысалы қазір мына жерде бір жерде известие сатып жатыр, қасында құрт сатып жатыр. Кішкене жел соғады, мысалы известие жүріп құртқа қонады. Әзір мысалы мына кез келген кісіні қазір мына жерде мынаның бәрін түгел бір күн ішіне апарып медицина әкеліп жауып мынаның бәрін алып тастауға болады. Сіз мына жаңағы қызықсыздықтар тұрсыз, мына жерге мәшенің станкінің орнына тұрсыз деп алуға болады. Бірақ бұлардың да жағдайын түсіну керек. Алдымен біз сізге жағдайын жасап беруіміз керек. Жұмыс орнын тауып беруіміз керек те, содан кейін барып бұл үлкен әлеуметтік шиеленіске туғызады. Бірақ жаңағы ескертулерді көрсетейін, осы заң бойынша биыл біз түгел қайта жасап алдық. Ескертілген 48 мекеме бар мына жерде. Сіз өзіңіз танысып менің орынбасарым. Аудан әкімінің орынбасарымын. Сәулет және қала құрылысы саласында жетекшілік етемін. Біздің архитектордың тарапынан бәріне ескертулер берілген. Бізде мынандай мониторинг жасалынған кезде мына жаңа красный линияға шығып кеткен объектілердің перечень жасалды. Ол ескерту айыппұл емес қой. Жоқ, айыппұл емес. Айыппұл салғанда енді бұл жерде мың адам жұмыс жасайды. Бұл мәселені көтергенде қанша уақыт болды? Шамамен. Бұрыннан келе жатыр. Бұрыннан келе жатыр. Ол айыппұл деген жаңа 15 жыл деп айта аламыз ба? 15 жыл деп айтамын, 10 жылдың төңірегінде келеді. 10 жылдың төңірегінде мәселе бар. Сонда 10 жылдың төңірегінде мораторий деп тек қана ескертумен келдіңіздер ме? Енді өткен жылдан бері келе жатқан жұмыс осы ескертулер берілді. 2023 жылдан бастап ескертулерін беріп, бәріне полностью жаңа уведомление таратып шыққанбыз. Содан кейін бізде жаңа бас жоспарға орталыққа соны көрейікші. Иә, ПДП-ға изменение енгіздік та. Қазір мына жолдың несін поперечный профиль дейді ғой, соны қысқартып жатырмын. Өйткені мінекей мынау қызыл сызықтан келетін болса, мынау біз тұрған көше, а? Иә, Головский көшесі. Мынау жаңа Жібек жолы проспектіне, мынау солтүстік қой сонда. Мынау солтүстік, мынау оңтүстік, мынау Масанчи деген көшеге дейін осы аралықта базар негізі орналасқан. Жасылмен тұрған. Мынау жасыл базар ғой? Жоқ, не базар, не суреті тұр ғой міне. Мынау полный, мынау үстінен птичий полетта түсірген ғой, мынау птичий полет. Мынаның барлығы, міне қызыл сызықты көрдіңіз ба? Қазіргі негізі қызыл сызық осылай болған. Бұны біз кішірейтіп жаңағы
арбат ретінде жасап, мынаны қызыл сызықта тұрған жаңа узаконить етіп алған ғой, бұл кісілер 90 жыл узаконить етілді, легализация кезінде узаконить етіліп біткен бұның бәрі полностью. Құжатын бәрін көтергенбіз оның бәрін. Ал біз тек қана бұларға жаңағы әкімшілік құқықты не бойынша, административный кодекс бойынша жаңағы эскиздерін жасап, қайтадан нетін фасадный частын жасау керек қой. Сол бойынша ескерту берді, содан қызыл сызыққа шығып кеткені бойынша ескерту берді. Қызыл сызық бойынша біз айыппұл сала алмаймыз, біз тек қана сотқа жүгіне аламыз. А сотқа жүгінетін болсақ, оны сносқа жіберу керек. Ол деген мына жерде әлеуметтік мәселе. Әлеуметтік шиеленіс болып кетеді. Осы лото клубты азайтса екен дейді. Енді жойып жіберу білем, сіздің құзыреттілігіңізде емес, бірақ барынша азайтса екен дейді. Осыған не айтасыз? Ол жөнінде біз экономикалық тергеу департаменті хат жолдаған болатынбыз. Бағана мен айттым, тағы да жаңағы кезіндегі мына жеке кәсіпкерлікке байланысты мораторийға біраз тоқтап қалып болатын. Өткен жолы 6 қаңтарда осы жерде үлкен жұмыс жасалды. Осында жасалып жатқан жаңағы лото клубтардың бәрі, жаңағы ойын автоматтардың бәрін түгел жаңағы ұйымдасқан қылмыспен күрес бөлімі департаменттің экономикалық тергеу департаменті біразын тәркіледі, біраз адамға жауапкершілік алды. Оның жаңағы заң бұзғандар түгел жапты. Оған бәріміз де қарсымыз. Осында келген ақсақалдар да соны айтады. Мектепке бар кездескен ата-аналар да соның әңгімесін айтады. Мұғалімдер де соның әңгімесін айтады. Ол өте проблемалық жұмыс, дұрыс айтады соны. Ол жөнінде жұмыс жасалып жатыр, ары қарай жалғасады. Оған мен де қарсымын. Осыдан бірнеше жыл бұрын мемлекет басшысы осы халыққа жер беру мәселесін жолдауында көтерді. 10 сотық жерлер берілсін деген арнайы жарлық айтты. Сол бойынша қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Ол өте жабық қазір. Өте жабық. Барлық аудандарда. Ол берілу үшін біріншіден ол жерге қазір жаңа талап бойынша, жаңа заң бойынша 10 сотық жер беру үшін ол жерде түгел коммуникация жүргізу керек. Ол жерге көше жүргізу керек, асфальт төселу керек, тротуар жүргізу керек, су тартылу керек, свет тартылу керек, содан кейін барып участок содан кейін беріледі жаңа талап бойынша. Ол да жаңа қаражатқа байланысты. Біз қазір 222 учаскасын дайындап қойдық. Осы 1 мартта бастап береміз. Жаңа комиссияның қорытындысы шығып қойды. 222 адамды биыл қанағаттандырамыз. Бірінші жаздылықта. Яғни жаңа аудан бола ма? Жаңа аудан болады, шағын аудан болады. Енді әлі күнде бізде кезекте тұрған адам өте көп. Біз қазір 196 гектар жерді қазір соған пайдаланып, жаңағы болашақта алу үшін қазір біз ПДП-ға өзгеріс енгізіп, жаңағы 5 январда қабылданған 196 гектар жерді изъятиеға дайындап қойдық, болашақта қаланы өсіру үшін. Өйткені жастар өсіп келе жатыр, семьялар көбейіп келе жатыр деген сияқты. Яғни 1 наурыздан бастап, Алла бұйыртса, жерлер беріле бастайды. 222 адамға беріледі, ол уже дайын. Диқаншылар өздерінің адал еңбегін арзымас бағаға бағалап жатыр деп бізге, сіздерге, немесе үкімет басшысына, депутаттарға өздері өтінішін айтқан болатын. Мәселе бар. Мәселе сіз қалай күресіп жатсыз? Жалпы сіздің біз зерттеу барысында өзіңіз негізгі базовый мамандығыңыз астық сақтау және өңдеу мамандығы екенсіз. Сіздің мамандығыңыз? Менің мамандығым. Мәселе бар. Бар. Бұны қалай шешесіз? Бізде бағана айтып өттім, негізінен бұл жүгері нарыққа байланысты. Былтыр мысалы жүгерінің бағасы өте жақсы болды, 126-тан 130 теңгеге дейін болды. Биыл керісінше 2 есе түсіп кетті. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді оны қалай өткізу керек? Шаруалар өсіріп алды. Оны мемлекет тарапынан жаңағы біраз жұмыс жасалып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Қазір продкорпорация арқылы біраз өтініш білдірді, бірақ олардың қойылған бағасымен қазіргі жаңағы шаруашылардың көбі келіспей отыр. Бірақ бізде өздеріңіз білесіздер, ең үлкен завод біздің Жаркент қаласында, Жаркент Сірне заводы, біз әзір ол кісілермен келістік. Ол кісілер жаңағы 55 теңгеден қосымша 6 теңге жаңағы өкімет субсидиясы бар, сонда 61 теңгеден айналады. Жаңағы ылғалдылық 18%-пен жүгеріні қабылдауды бастайды. 10 мың жаңағы тоннаны сол кісілер қабылдайды. Екінші бізде Азия Агрофуд деген екінші үлкен завод бар, Жаркөктал ауылында. Ол кісілер қазір 20 мың тонна бойынша біз меморандумға келісіп жатырмыз. Ол кісілер де ары қарай жұмысын қабылдай бастайды. Бірақ оның өзі жеткіліксіз. Біз әзір оған қарап тұрмай, көрші мемлекетке жұмыс істеп жатырмыз. Өткен жылы біз пробный 850 тонна Қытайға жібердік. Бағасымен әзір соны жіберген азаматтар келісіп жатыр. Егер осындағы шаруа қожалықтар бағасы келісетін болса, өйткені әр шаруашылық өзінің жаңағы өндірген өнім бағасын өзі қояды ғой. Егер келісетін болатын болса, біз сол жақ бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Енді сіз айтқан бағаны біз хабардармыз. Және оны сол жердегі диқаншылар да айтты. Негізгі мәселе бізде сол 60 теңгеден 50 теңгеден бағалап жатыр дейді. Ол еңбегімізді ақтамайды, қазір барлығы қымбат. Ең өкініштісі көзбен көргеніміз адал еңбек диқаншылардың қазір жай ғана қоқысқа айналып бара жатыр. Екінші, тағы да мынандай мәселені көтеріп тұр. Ол Кузиев біз білуімізше, ол Қазақстан Республикасының парламентінің сенат депутаты. Олар бағаны
мынау Ресей жақтан арзан бағаға алып, өздерінің қамбаларын толтырып бастағанда, біздің бағаны төмен бағада алады деп отыр. Ол қаншалықты рас? Бұған қалай жауап бересіз? Жоқ, ол завод біздің Жаркент қаласында орналасқан. Оған Ресейден 1 тонна жүгері келген жоқ. Олардың түсінуі бойынша сырттан келді дейді. Бірақ бұл кісілер сыртқа шығатын өнімін тоқтатып қойды ресейліктер. Бұрын бұл кісілер Тәжікстанға, Өзбекстанға, басқа жаққа шығаратын. Мысалы, Рахат кондитерский комбинат алатын өнім деді. Олардың бәрін түгел Ресейдің арзан өнімі, олар сол жақтан алды, керісінше бұл кісілер өнімдерін өткіземей отырды. Тура соның кесірінен бұлар жүгерін өңдемей отыр. То есть халықтан қабылдай алмай отыр. Бұл жерде Ресейден алып келу үшін Жаркентке өздеріңізде қанша километр жол жүру керек. 1 тонна, мен сізге 100% оған гарантия беремін, 1 тонна Ресейден жүгері келген жоқ бұл жерде. Бұл кісі бізде бұлардың қабылдау мүмкіндік 150 мың тонна. Бізден 107 мың тонна қабылдап алды. Оның сыртында бұл кісілердің остатығы бар 35 мың тонна. Одан артық жерге сыймайды. Мына көрші Ұйғыр ауданынан еңбек шығаратын кезінде қызмет еткені бойынша тағы бір 10 мың тоннадай қабылдап алғандар бар кезіндегі қарыздарын жабу үшін. Басқа жүгері жерге сыймайды. Ол заводқа 150 мың тоннадан артық сыймайды. Түсінікті. Лицензиясы бар, шетелге шығаруға мүмкіндігі бар. Қандай фирмалар бар? Бізде негізінен осы жерде жаңағы Оразбай шаруа қожалығы бар, Айгерім шаруа қожалығы. Негізінен бізде 4 шаруа қожалықтың лицензиясы, сертификаттары бар Қытайға. Біз біріншісін Қытайға жібердік, бағана 850 тоннаны. Енді Қытайдың бағасы 30 декабрьін жібердік. 30 декабрьін алып болды олар. 850 тоннаны қаншадан алды олар? Олар енді коммерческий тайында бағаны алды, бірақ дегенмен біздікінен кішкене қымбаттау. Бағасы жаңағы 60-65 теңгенің төңірегінде. Шамамен қаншадан алды енді? 65-70 теңгенің төңірегінде дейді олар. Қытай албады. Енді оның ортасында өздерінің қызметтер бар, апару керек деген сияқты басқа жұмыстар бойынша. Сол бойынша біз сол компаниямен жұмыс жасап жатырмыз. Егер олар Қытайлар келісім беретін болса, олар алуға дайын тұр қазір. Біз Қазақстандағы 180 ауданның барлығын аралаймыз. Сондықтан біздің жаңа видеоларымызды жіберіп алмау үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіз әкім ретінде емес, аудан тұрғыны ретінде және астық сақтау және өңдеу мамандығының кәсіби маманы ретінде бұл мәселені қалай шешер едіңіз? Бірінші кезекте шаруа болсаңыз. Бұның бәрін алдымен жоспарлау болу керек. Ол айтып жатырмын, тағы да нарыққа байланысты. Жоқ, мен сізге сұрақты басқаша қойдым. Әкім ретінде жауап бермеңіз. Сіз тұрғын ретінде, маман ретінде қалай шешер едіңіз? Мысалы, қазір шаруа қожалықтары мал өндіретін, мал өсімен айналысатын, немесе жаңағы қалай десем екен, аткормшы комплекс дейді ғой, соны айналысатын. Олардың бәріне өкімет арқылы субсидия беріледі жемге, шөпке. Оның бәрін түгел өкімет реттеп отыру керек. Мысалы, бағана сіздер айтып отырған мысалы, Қызылорда облысының жаңағы мал өндірушілеріне пәленбай тоннаға субсидия берілетін болса, ол жем шөпті қайдан алады? Өкімет беріп отыр субсидияны. Сол кезде келісу керек. Мысалы, Жетісу облысында немесе Панфилов ауданында 150 тонна 150 мың жүгері бар. Сол арқылы жабу керек деген сияқты. Жалпы оның бәрін түгел жоспар дүние жасалу керек. Шаруалардың арасында болған кезде біз осы бағаға келсеміз, бірақ мемлекеттік субсидияның есебінен біздің шығындарымызды өтелсе, яғни 6 теңге емес, бір 15-20 теңгелік қоятын болса, алдағы уақытта деген секілді дүниелерді айтып мүмкін ба? Ол мүмкін. Өткен жолы осында 6 желтоқсан облыс әкімі келген кезде осындағы біздің шаруа қожалықтары осы мәселені көтерді. Облыс әкімі өз есебінен қазір 6 теңге болатын болса, өкімет тарапынан облыс әкімі 4 теңгені қосып, қазір оны 24 жылы 10 теңге жасап берді. Бейбіт Өксікбаев осы мәселені шешіп кетті. Оған шаруа қожалықтары өздерінің ризашылығын білдірді. Диқаншылардың тағы бір өтінішін, аманатын өзіңізге жеткізейік. Сол осы өзекті мәселенің бас қасында болып жүрген, өзекті мәселені көтеріп жүрген Серікбай Мұқаев деген Алмалы ауылының тұрғыны бар. Ол кісінің ешқандай жері де жоқ екен, егін де екпеген. Ол кісінің ештеңеше тек қана ауыл халқы үшін ауылдың белсендісі. Бірақ үнін естімей құзырлы органдар ол кісіні қамап тастаған. Бұған не айтасыз? Оны енді мен соттың шешіміне комментарий бере алмаймын. Бірақ оның жауапкершілікке тартылу себебі бейбіт митинг өткізу тәртібін. Ол маған келді, мен түсіндіріп айттым. Түсіндім аға деді. Мен де видеозапись неден бар. Рахмет аға, түсіндім. Сізге үлкен рахмет деген. Облыс әкімнің алдында маған алғысын білдірді. Мына кісі үлкен рахмет айтамын. Етікпен де келді, жаяу да келді, атпен де келді, машинамен көмектесіп жатыр деп айтты. Мен ол кісі келген кезде түсіндіріп айттым. Егер митинг өткіземін дейтін болсаң, митингінің өзі заңы бар, орны бар. Сол бойынша солай жасай ғой. Ертең бұзба дедім. Ол мақұл деп түсінді. Ол прокурорға барып, прокурорға оған түсіндіріп айтты. Бірақ ол ол жердегі 488 бапты біраз бұзған. Арыз жазғаннан кейін ол жерде заң бойынша жауабын күту керек. Ол арыз
жазса, бүткіл арыздың бәрін жан жаққа тарқатқан, елді шақырған, сол талапты ғана бұзылған. Оны енді соттың жаңағы шешімін айтып жатырмын ғой, тағы да құқық қорғаушылар өздері жауап береді. Негізінен сол себеп, оның жаңағы жүгеріге байланысты емес. Сіз үшін ең үздік аудан және ең іскер аудан әкімі кім? Біздің Жетісу облысы бойынша ма, жоқ? Қазақстанда 180-ға жуық аудан бар ғой. Барлығын қадағалап, бақылап, кейбіреуімен байланыста шығарсыз деп ойлаймын. Қазақстан бойынша айтсаңыз да болады, Жетісу ауданы болса айтсаңыз болады. Жалпы менің өзім қазір осындағы азаматтарды жаңағы сол жақтан үйренсін деп жатырмын. Жұмыстың ұйымдастырылуы, жұмыстың арға іске асырылуы, қадағалануы Алматы облысының Кеген ауданын үлгі етіп жатырмын жігіттерге. Ол жерде өздеріңіз білесіздер, Нұрбақ Теңізбаев деген азамат, жаңағы кезінде спорт басқармасында жұмыс істеген, ол жұмыс стилін әзір барлық жұмыстарын жаңаша жасап жатыр. Қара, маған қара, Панфилов аудандағы дәл осы шығарылым ақ үшін қызық болды. Өйткені көрермен 7 ғасырға жуық тарихы бар. Әулиеғашты көрді, Жаркент Арасан шипажайымен танысты және бірде-бір шегесіз салынған, аңызға айналған Жаркент мешіті туралы толық мағлұмат алды. Мен сенімен ақ келіспеймін. Панфилов ауданында мәселе көп. Диқаншылардың қоқысқа айналған жүгерісін көрдік. Жолдар шұрқ тестеген жұртты көрдік. Артынан су ішіп отқан ағайынды көрдік. Және бұл бағдарламада қараның рөлі қызық болған секілді. Негізі әр дүниенің бір пайда келу керек қой жалпы. Мәселен, ақ аудандағы жанашыр азаматтарды көрсету арқылы өзге аудандарға үлгі болды деп айтсақ болады. Яғни Панфилов ауданының меценаттарын таныттық. Одан қала берді, бұл ақты көрген жұрт рухани танымын кеңейтті, байи түсті. Ал қараның жүрген жері айқай, ұрыс, керіс, у-шу. Мен тағы да сенімен келіспеймін, өйткені бұл қараның мәселесінде де қоқысқа айналған атырапты әкім уәдесін беріп орындатты. 5 ақпан 2024 жыл мектептің бойындағы үйілген топырақтар, қоқыстар тазаланып жатыр. Пенжім ауылының атауын өзгерту бойынша бізге сұрақ қойған болатын. Оның да шешімі табылды. Ал біз көтерген мәселелерді әкімдік қандай іс-шара қабылдайды, біз қадағалайтын боламыз. Десе де қадірлі көрермен, қара мен ақтың арасындағы тартыс әлі толастаған жоқ. Кімнің позициясы сіздерге ұнамды болды? Ақ жақты қолдайсыздар ма, қараны қолдайсыздар ма? Оны комментке жаза кетіңіз. Және де мына жерде қай ауданға біз барамыз, көрсетілген нөмірге жазыңыздар. Мәселе болса, сол нөмірге де жазыңыздар. Біз міндетті түрде жауап береміз. Сіздің ауданда кездескенше, қадірлі көрермен. Қош, сау болыңыздар.